Тараз қаласы Жамбыл атындағы нөмір 5 мектеп гимназиясының білім алушылары Жақып Раджу, Есенбай. Жалпы бүгінгі біздің жобамыздың тақырыбы зергерлік бұйымдардың өндірісі. Осы жобамыздың кіріспесіне тоқтала кетейік. Жұмыстың өзектілігі. Бұл жобаның өзектілігі ішкі нарықта және сонымен қатар сыртқы нарықта зергерлік бұйымдардың, соның ішінде эксклюзивті қазақи нақыштау қойылған зергерлік бұйымдардың бізде сұранысқа қатты ие болуында, соңғы жылдары бізде жеке тапсырыстарын ерекше іздестірген бұйымдарға деген қызығушылықтың өсуі. Жобаның мақсаты бізде зергерлік бұйымдарды сапалы, сәнді және тұтынушылардың талаптарына сай етіп өндіру. Бұл жобаның жұмыстың мақсатына жету үшін бізде келесі міндеттердің міндетті түрде орындалуы тиіс. Олар бізде жасалатын зергерлік бұйымдарға сипаттамасын беру, өндіріс бағдарламасын әзірлеу, жобаны іске асыру барысындағы пайда мен шығындарды есептеу, әлеуметтік, экономикалық және экологиялық қатерлеріне баға беру. Зерттеу нысаны ұлттық зергерлік бұйымдар. Келесі бізде өндіріс бағдарламасын толықтыра кетсек, өндіріс бағдарламасы жоба тұжырымдамасы Қазақстан Республикасы Тараз қаласында ұлттық зергерлік бұйымдар цехын ашуды көздейді. Жобаның мақсаты тек Тараз қаласында емес, сонымен қатар басқа да Тараз қаласында көршілес облыс аймақтарды қамтиды, облыс аймақ тұрғындарын қамтиды. Жоба бізде экономикалық тұрғы жағынан да қарастырылған. Экономикалық тұрғыдан осы Тараз қаласында 2 цех ашу, сонымен қатар Тараз қаласының бюджетіне қосымша табыс алып келу. Ал әлеуметтік жағынан қарастырсақ, осы біздің Тараз қаласында басқа да ел шетелдерде Қазақстан аумағында өзіміздің осы ұлттық құндылықтарымызды, зергерлік бұйымдарымызды дәріптеу болып келеді. Көріп тұрғандай, алдымызда қазақи нақыштау қойылған зергерлік бұйымдар тұр. Бұл зергерлік бұйымдарды біз арнайы өндіріс зауыттарға барып, зергерлік бұйымдарға барып шығып көруге болатынбыз. Бірақ бізде бұл бұйымдар соңына дейін жетпеді. Себебі бізде арнайы өндіріске қажетті кейбір құралдық жабдықтар жоқ. Бұйымдардың сақталуы және де керемет шығу үшін бізге цехқа арналған жабдықтар тізімі көрсетілген. Ал осы жобаға сырт талдау жасалса, яғни бұл бізде сыртқы орта мен ішкі ортадағы мүмкіндіктерді, қауіп-қатерді, артықшылықтары мен кемшіліктері, яғни мүмкіндіктері, өндірістік қуаттарды арттырады. Сонымен қатар шығарылатын өнімдерге жаңадан түрлі бұйымдар қосылады. Ал қауіп-қатерлері мен артықшылығы бізде ұқсас өнімдерді шығаратын өндірістерді ұйымдастыру мен жоғары технологиялық және заманауи жабдықтарды пайдалану. Ал кемшілігі бізде ең үлкені, яғни компанияның танылмауы. Бізде зергерлік бұйымдарды жасайтын көптеген компаниялар бар, бірақ олар бізде танылмаған. Келесі бізде жобаның бірден, яғни кіші қадамнан үлкен қадамға дейін өтіп пайда болуы туралы. Келесі жобаны толықтырып кетейік. Бұл жоба бізде зергерлік бұйымдар өндірісін тек Тараз қаласында емес, сонымен қатар көршілес қалаларда егер де жағдай жақсарып жатса, шетелдерге деген импорттау эксклюзивті жобалар шығару болып есептеледі. Жоба бізде тек ішкі құрылысты, сонымен қатар осы біздің экологиялық жағынан да жаңа технология